көзінде барады қаздар қайтып, күндер солай өтеді шалқып-шалқып. Сағыныш қой, сағыныш қой, сарала жапырақтар жақсылықтың жолында жатқан балқып. Сағыныш қой, сағыныш қой, сарала жапырақтар жақсылықтың жолында жатқан балқып. Қыркүйек. Сарала күздің өзіне тән сағыныш билеген саз дәуені құлаққа ойнай бастады. Жаздай жайқалып, жасыл желекке оранған ағаштар көз тартар көркін қанша қимаса да, қыс қамы дайындығына кіріскендей жапырақтарын сарғыл түске бояп әлек. Алтын күш шіркін кеңпейілдік танытып, қара суығымен жауын шашынын тежеп, өз әмірін жүргізуге асықпаған сыңай танытса да, үзіліп түсте бастаған жапырақтар қара жерге қонғысы келмегендей шіркөбелек айнала әуеде қалықтайды. Құстар да көш түзеп сызылтып, әнін сала жылы жаққа қайта бастады. Сол құстардан мен де қалмайын деп, асыға үзіліп түскен жапырақтың күйін кешіп, көңіліміздің көктем гүлін бір иіскелей, сіз де оралмайтын мәңгілік мекеніңізге ұшып кетіп едіңіз, Қалдықыз апа. Сіздің де мекеніңіз жанға жайлы, жылы жақ құстар сайрап, бау бақшасы самсып тұрған, гүлзарларынан жұпар изаңғыған жәннат бағы болсын деп қол бұлғап бізде қалдық. Басқа не шара? Есімде, өзіңізбен соңғы кездесуімді айтам. Қалалық онкологиялық орталығында лазерлік отадан шыққан бетіңіз еді. Жаныңызда бозторғайдай шырылдап, көздері жәутеңдеген бидатқа балаңыз бен Әлия келініңіз елпеңдеп тұр екен. Көңіл сұрай келген майра құдағиыңыздың қарасы байқалады. Өткен түнгі ота обасы болмай, жедел қайта отаға дайындалған дәрігерлер де дайындық қамымен абыр-сабыр күй кешіп жатыр. Палатаға кірген мені көріп, жүзіңізден айтан жаным келді ғой дегендей қуаныштың ба, жоқ әлде шүкір көрдім ғой деген тәубе сезім бе? Әйтеуір жылылықтың ба, шүкірліктің бе, табын байқай қасыңызға жайғастым. Қолыңызды ұстап, ұзақ отырдым. Қара тілмен жеткізе алар емеспін, тілім жетпейді. Сол сәтте жүзіңізден нұр шуағы төгіліп тұрғандай, әлемдегі ең көрікті жан өзіңіз болып көріндіңіз. Құлпырған гүлдей жайнап, күндей жарқырап жатқаныңыз санамда мәңгілік жатталып қалды. Сіз де менің қолымнан қыса ұстап, қуат ала балқыған кейіпте болған сияқтысыз. Не ойладыңыз екен апатай? Көңіл шіркінде жан жаққа жетелеп, сансаққа жүгіртпесі бар ма? Әзәзіл ойда байға Қалдықыз апаң жанып жарқырап жатыр ғой. Әй, мәңгілік мекеніне кетіп қалмасын деп мазалайды. Тіліңіз жоқ, сөйлесуге шамаңыз келмейді екен. Оған қарап жатқан мен бе? Бастырмалатып қал жағдай сұрап, төпелетіп тілегімді айтып бола, сырласудың жолын тауып, үнсіз көздерімізбен, жүректердің қағысымен сөйлесуге көштік. Үнсіздікпен, көзбен ұғысып, жүрекпен үн қағысқан алғашқыда соңғы сырласуымыз еді апа. Қалдықыз апа, жаныңызда жатқан науқас апалар, апаңыз түнімен қатты қиналып, жанына батса да сыр бермеді, сөгілмеді. Шіркін-ай, қиналғанын көрсетпейін деп өз-өзіне серт бергендей ма дерсің? Төзімі асқан берік жан екен деп жатыр. Не керек? Үміт пен күдік араласқан сезімде отаға сәттілік, өзіңізге
шипа тілеп шығып кеткен едім. Білте шамның сықсима жарығындай кішкентай үмітімізде сол отамен бірге үзілді. Кім санаған? Сөйтіп сырқаттанды дегеннен 15 күнден аспай ес жиып үлгіреміз дегенше кете бардыңыз, Абатай. Өмір деген осы екен. Бүгін бар, ертең жоқсың. Әйтпесе кетеді деп кім ойлаған? Өзіңізді ойлаған жоқ шығарсыз. Жанға батқан дерттің әлегімен емханадан емхана жағалай жүріп, келініңіз Алияға, ай Алия, маған Мұхаммеджанның тойына киер көйлекті қашан көреміз? Жақындап қалған жоқ па дейтін көрінесіз. Тайыр-ай, талған таусылған соң амал жоқ. Ол тойды көру нәсіп болмаған екенді. Ол өткен күз еді. Біз де мына дүниеге тірлік сеуіп, мал табамыз, жан бағамыз деумен жүргенде зулап, зымырап көзді ашып жұмғанша бір жылда өте шығыпты. Тағы да күз келіп, жапырақтар сарғылт тарта бастады. Бәрі сол, бәз баяғы қалпында. Тек бұл күз өзіңізсіз келген алғашқы күз. Қайсы бір күні балаңыз Бидатқа хабарласып, апамның жылын берсек деп күнін белгіледік. Нұрсат шағын ауданында орналасқан жаңадан ашылған ақ мешіт Сейтжанғари мешітінің мейрамханасында өткіздік деп. Әулеттің үлкені сіз. Өзіңізбен ақылдасып жатқаным ғой. Қалай қарайсыз дейді. Жарайды, ниетін қабыл болсын дедім. Енді естелікке бой ұрып, өзіңіз қалдырып кеткен таусылмайтын сағыныштың құшағында отырған жағдайым бар. Шыр етіп, мына жалған дүниенің есігін ашқан күнімнен бастап, жалаң аяқ жалаң бұт кезімнің куәсі. Өзіңіз ғана едіңіз, Қалдықыз апа. Сіз де сағынға айналдыңыз. Сонау балалық шақтан бастап, бәрі көз алдымнан өтуде. Қарғалы ауылындағы балалық, жастық шақтарымда көргендерімше. Қойдың құйрығын тұздап, сүрлегеніңіздегі оның қызғылт сары түске айналғанын сізден басқа ешкімнен көрген емеспін, апа. Етке қосып жегендегі гүрт-гүрт еткен үні құлағыма әлі келеді. Ал оның дәміше, дәмін айтсаңызшы, қалай ұмытасың? Тіл үйірген дәмі әлі тілдің ұшында тұрса. Бауырсағыңызда өз брендіңіз сықылды. Кішкентай жұмыр, әрі тығыз, құртқа ұқсап келетін еді. Шіркін-ай, бәрі де көзден ұшты. Шымкенттің төрінде қайнаған ортасында тұрып, шаңырағыңызды қазақтың үйі еттіңіз. Сіз кеткен соң бейсенбілігіңізді беріп жатырмыз. Сіздің шаңырағыңызда Құран қайырып дұға жасауға келген біз БАМ дейтін Түркістан Айқап мөлтек аудандарының алғашқы имамы Молда Оңғар балаңыз осы Бимұрат жәкемнің үйінің тұсынан өткенде қазақ екенім есіме түседі. Ауланың бір бұрышында байланып тұрған қос бұзаулы сиырды, түтінін будақтата тартып қайнап жатқан самаурынды көргенде өзіме ай Оңғар, қазақ боп туылғаныңды ұмытпа деймін дейді. Солай. Әйелдің пірі еркек. Ғасырдан ғасырға ұласып келе жатқан аталар сөзі. Бүгінде бірлі жарым болмаса, біреу біледі, біреу білмейді. Білсе де ескінің сарқыншағы деп санайтын өркениетке жеттік. Ал өзіңіз осы аталар сөзін қызғыштай қорғап өттіңіз. Папамыз Бимұрат жәкеміздің бір ауыз әншейін айтылған сөзі де жерде қалмайтын. Жасыңыз 75-ке аяқ басқан шақта да Құдайдың құдды күні таңертең ерте тұрып, жаяулап, автобуспен Қырғы базарға қарай жол тартып, папам үшін 1 литр балғын қымызбен оқитын газетін ала жететініңізді мына көз талай көрді. 2 күндігін ала келуге болмайды, күнде осылай. Аяғыңыздың мәз емес екенін де білеміз. Сонда да шекеңіз тырыспақты көлі реніштің нышанында көрген емеспіз. Папамыздың Құдай қосқан жарыңыздың жанына жалау, көңіліңне демеу болып, пір тұтып, ақтық демі қалғанша қызмет етіп өттіңіз, апа.
Сонау Текебай бабамыздан тараған Байымбет пен Нұрымбет бабаларымыздан өскен өнген ұрпақтарыңызға деген махаббатыңызды тең бөліп беріп, қартайдым демей, жақсылығынан да, жамандығынан да дегендей қалған емессіз. Қуанышпен бөлісе, қайғысына ортақтаса білдіңіз. Ұмытып барады екенмін. 80-нің сеңгірінің бел ортасы, 85 жасқа толған шағыңызда Манақып Әбурайра көкем Республикалық Алпамыс Батыр қоғамдық қоры мен оның президенті Оңғарбай Бауыржанның атынан қазақ әйелінің нағыз болмысына сай ақыл, пайым мен парасаты үйлескен аналар ізін жаңғыртып, тәрбие жүргізіп отырған аналарға арналған Гүлбаршын ана төсбелгісі мен Бибі Мариям жеңешем екеуі шаңырағыңызға кіріп, марапаттап шыққаны да Алланың қалауы шығар. Әбу көкем мен Бибі Мариям жеңешеме Алла разы болсын дейміз. Апатайым, Алла тағаламнан рухыңыз шат, иманыңыз өзіңізге серік, жаныңыз жаннаттың төрінен болсын деп тілейміз. Әмин. Балаңыз Айтмұрат Ерғұлұлы, 19 қыркүйек 2024 жыл.